Ассалаумағалейкум халқым. Менің атым Жұмағали. Жайна кафесінің иесімін. Осы кәсіпте 30 жылдан бері осы Арқалық қаласында істеп келе жатырмыз. Енді мынандай жағдайдың бірінші болғанын айтайын деп отырмын сіздерге. 18 қазанда бір 60 жылдық той болды біздің Жайнада. Сол тойдан кейін, бір тәуліктен кейін адамдар больницаға түсе бастады. Іш ауруымен. Сосын 2 суткадан кейін адамдар тағы көбейе бастады. Адамның саны өзі 80-ге жуықтап қалды. Сосын жаңа тексеру басталды. Сараптама ала бастады біздің өзіміздің жұмыс орнынан. Сараптаманың нәтижесі бір аптадан кейін дайын болды. Сараптаманың дәлелі ол біздің ұжымнан, біздің асханадан 2-3 адамның іші ауыратын, сальмонеллез ауруымен ауыратынын дәлелдеді. Бұл сараптамаға толықтай мен келісемін деп өзім айта алмаймын. Мен өзім де ауырдым. Өзім де қатты ауырып, менің де бала-шағам ауырып, жанұямызбен ауырып, біз қатты ауырып, мен де сол ауыру салдарынан мен сіздерге ертерек шыға алмадым. Және сараптаманың нәтижесінде күттік бір жағынан. Больницаға барып, сіздердің жағдайларыңызды білейін, не керек, дәрі-дәрмек керек, көмек керек, сұрап отырдық. Аурухана қызметкерлерін, олар дәрі-дәрмектің бәрі жеткілікті, жолығуға болмайды, кіргізбейміз деген сияқты мәселе айтты. Мен халқым сіздерге айтайын дегенім, осы сіздерге осы кірген шығынды, зардап шеккендеріңіз туралы өтеп беруге мен қарсы емеспін. Жақсылықпен, шын көңілімізбен, бірін-бірімізбен сыйластықпен өтейік өмірде. Құдай осындай тосын аурудан Құдай сақтасын. Аман болайық. Балдарыңыздың үйлеріңізде береке бола берсін. Сау болыңыздар.